Сыбайлас жемқорлықпен күресу еліміздің бүгінгі күнгі күрделі мәселелерінің бірі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол, саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қайсысын болмасын қатты алаңдататыны айқын. Талдықорған агротехникалық колледжі жасөспірімдер арасында жемқорлыққа қарсы көзқарасты насихаттай отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүргізу шараларымен таныстырып, құқықтық сананы қалыптастыру мақсатында жемқорлыққа қалай қарсы тұруға болады, сенім телефоны, не жақсы, ал не жаман, кикілжің болған жағдайлар және оларды шешу жолдары тақырыптарында сынып сағаттары, тұлға, мораль, құқық, елімнің болашағы менің қолымда ашық тәрбие сағаттары мен жемқорлыққа қарсы және антижемқорлыққа бағытталған арнайы әдебиеттерді қолдану шаралары ұйымдастырылды. Бүгінгі таңдағы елімізде болып жатқан түрлі құқық бұзудың жолдарына тосқауыл болу, алға басқан қадамды кейін тартып, дамуымызға тежеу болып отырған сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту әрқайсымыздың азаматтық борышымыз болып табылады. Еліміздің ертеңі білімді, саналы ұрпақтың қолында.